Сонымен қатар бізден де нәтиже болып жатыр. Мақтанышпен айта аламын. Балаларымыз Біріккен ұлттар ұйымы ұйымдастырған желтоқсан айындағы Алматы қаласында өткен стартап жобаларының хакатон сайысында $3000 иегері атанды. Сонымен қатар Жолдасбеков атындағы университетте ұйымдастырылған халықаралық жобалар сайысында 11 сынып оқушы мектебіміздің 3-ші орын қола жүлдегер иесі атанды. Бұл біз үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Бүгінгі таңда дәл бүгін мектебіміздің оқушысы республикалық Ильяс оқуларына қатысып жатыр. Оның да қорытындысын күтіп отырмыз. Бұл бізден жаңағы қордың көрсеткен көмегіне біліміміздің бір нәтижесі деп ойлаймын. Енді мына жобаға кіргелі отырған әріптестеріме де айтарым, жобаға белсенді қатысыңыздар, еш уақытта шаршамаңыздар. Әкеп берілген бұйым ол тек қана музей сияқты тұрмау керек. Балаға қызмет көрсетіп, бұлақ көрсең көзін аш дейді ғой. Сол балалардың әлеуетін арттырып, мүмкіндіктеріне мүмкіндік беріп, Қазақстанның болашағы ғалымдарда, жазушыларда, мықты программистерде біздің ауылдық жерлердің мектебінде отыр. Сол балаларды шығара біліңіздер деген келеді.